Ата, менің жеті атамды айтып беріңізші. Ой, айналайын балам, қазақтың ұрпағы өзінің үрім бұтағына қайдан шыққанын, жеті атасының тарихын білуді талап еткен. Ол не өзінің шыққан жеріңді, ұруыңды, қайдан шыққаныңды келешек ұрпаққа білдіру үшін істелінеді. Мысалы, сенің бірінші әкең кім? Жанболат. Міне бірінші атаң. Жанболаттың папасы кім? Ерқосай. Ерқосай. Міне мен атамын сен. Менің Әптіге дейтін атам болған, әкем болған. Мен үшінші атамсың. Әптігенің Қабыл дейтін әкесі болған. Ол төртінші атам. Қабылдың Сүндетбай дейтін әкесі болған. Міне бұл бесінші адам. Сүндетбай үстінде Жаманқара дейтін болған. Ол алтыншы атам. Содан кейін Боранбай дейтін атам болған. Біздің әулет ішінде бес Боранбай дейді, соны бес ұрпағын. Соны біз Бабақ дейтін ұлынан тараймыз енді. Сонымен жеті атам білдің ба? Иә. Ол жеті атамды біліп, жазып жүрген дұрыс, айтып жүрген дұрыс жұртқа.